Бір сағат өтпей-ақ жетіп келген сіңлісінің қар жауған қабағын көріп, Райхан жайсыз жайдың болғанын білді. Не болып қалды? Деп есіктен кірген оны сұрақтың астына ала бастады. Ештеңе болған жоқ. Маған ұнамады ол кісі, дей салды. Ұнамаған несі? Қалай ұнамайды? Есің дұрыс па сенің? Райхан сіңлісінің ізінен қалар емес. Көйлегін ауыстырып болған соң Айтоты отыра қалып, көз жасын төгіп-төгіп жіберді. Оның жылағанын көріп, Райхан қорқып кетті. Сені ренжітті ме? Не болды араларыңда? Айтсайшы сұңқылдамай. Сені ренжітсе ашық айт. Аспанды тіреп тұрса да, быт-шытын шығарармын сол тілектің. Не болды? Айтсайшы енді. Ештеңе де болған жоқ. Ол кісінің ешқандай қатысы жоқ. Бірақ балам дұрыс айтады екен. Мен ешқашан олар сияқты бола алмаймын. Оларға ұқсағым да келмейді. Райхан біраз үнсіз тұрып қалды да сіңлісінің қасына келіп, ізімнен ерген жалғыз бауырмай, қайтем енді. Мейлі, бұйырмаған ғой, ештеңе етпейді. Мен сенемін, сенің де атар ақ таңың әйтеуір бір күні, деп терең күрсініп алды. Демек екеуі де бір-бірлерінің көңілдерінен шықпаған ғой деп ойлады Райхан. Сол түні Айтоты ұйықтай алмады. Өзінің мейрамханадағы іс-әрекетін ойлап, іші қыш-қыш қайнады. Масқара болдым-ау, ұятын-ай, бұлай істеуім керек еді, бұлай сөйлеуім керек еді. Дап-дардай әйел болсам да, бой жеткенше қобалжығаным не менің? Мені бір түк көрмеген деп ойлап қалды-ау Тілек Асанов. Тілек Асанов, түрі сұстылау екен, көзіне қарай алмадым ғой. Неге сонша оның алдында қалтырап дірілдедім? Не істесем екен, а? Ұят болды-ау, деген ойлар Айтотының көзіне тіреуш қойды. Таң ата әпкесінің дабырлаған даусынан оянды. Әлде кіммен телефонда сөйлесіп отыр. Арасында тырқылдап күліп қояды. Әншейінде әпкесінің кіммен сөйлесіп отырғанымен шаруасы жоқ Айтоты дәл қазір орнынан ыршып тұрды. Құлағын есікке тосып, оның кіммен сөйлесіп отырғанын білгісі келді. Мүмкін құрбысымен кешегі кездесуді талқылап отырған болар. Солай айтты ма? Қойшы, мәссаған, деген әпкесінің сөздері одан сайын қызықтырып барады. Кеше көңіл күйі түсіп келгенге уайымдап едім. Солай де, болды онда. Иә, сіз болып, біз болып ұйымдастырамыз. Сенбі ма? Дұрыс деп күле сөйлеген әпкесі бері қарай келе жатыр. Бұл қайта жүгіріп барып төсегіне жата қалды. Иә, әпкесі кеше дұрыс айтыпты. Сенің де атар ақ таңың, әйтеуір бір күні деп еді ғой. Бүгінгі таң Айтотының қалған ғұмырын бақыт пен махаббатқа бөлеу үшін арайлап атып келе жатқандай еді. Келесі кездесу сенбіде болады. Тілек Асанов іссапардан оралған соң. Айналасындағы жөнсіз жылтыраған дүние мен бас пайдасын ойлар мінезі жасанды жандардан мезі болып еді Тілек Асанов. Галстук тағып пішкірейіп, мансабы мен дүние жағынан жарысқа түскен ортадан жалыққан еді бұл Тілек Асанов. Бар қалауы мен болмыстарын қалыпқа салып қойып, ақсүйектерше өмір сүру үшін жанталасқан жанкештілерден жүрегі айнып жүреді Тілек Асановтың. Өткені мен жүрген жолын ұмытып, мұрын шүйірген пенделерден бойын аулақ ұстағысы келетін бұл Тілек ағамыз. Қарапайымдылықты сағыныпты. Ауылының иісі аңқыған өмірді аңсап жүреді ол. Көп қой, өзіне көз тіккен небір сылқымдар. Бірақ ешкімге ұқсамайтын ерекшелігі мен қарапайымдылығы мен Айтоты Тілектің жүрегін түрткен сияқты. Сені ұнатып қалыпты, деп ат басындай алтынға ие болғандай айқайлап, шаттанған әпкесіне Айтоты қойшы рас па, депті ғой сасқанынан. Артынша өз сөзіне ұялып, маған ұнаған жоқ, деп бой жеткенше бәлсінген болды. Райхан тағы да шыр-пыры шығып отыр, ұнаған жоқ деген сіңлісіне ұрсып. Сенің есің дұрыс емес-ау осы. Неге ұнамады? Сендей ақмақ жанды көрсем көзім шықсын, деп ұзын сонар өмір сабағын оқыды. Жарайды, келесі кездесуге барамын. Бірақ кешегідей киініп боянбаймын. Қай жерде кездесетінімізді өзім айтамын, деді. Ойпырмай, жарайды, патшайым. Сенің айтқаныңдай ақ болсыншы, деген Райхан үстінен жүк түскендей демін бірақ алды. Сенбі. Жаңбырлы кеш болса да Айтоты кездесу орнын саябақ деп таңдады. Сол өзінің сұр түсті көйлегін киіп,
бар сыланғаны шашын ғана тараумен шектелген сіңілісіне Райхан: «Тағы мынау көйлегіңді киіп алдың ба? Мә, менің қызыл зонтигімді ұсташы ең болмағанда», деп өзінің қызыл қолшатырын ұстатты. «Жаңбырды жақсы көретінімді қайдан білдің?» деп жылы жымиып қарсы алған Тілекке Айтоты да: «Мен де жаңбырды жақсы көремін. Табиғатты тазартып, көңілдің де кірін жуатын сияқты», деп амандасу үшін қолын ұсынды. Өткендегідей емес, Айтоты бұл кезде өзін өте еркін сезінді. Екеуі саябақ ішін аралап тоңа бастағанда сол маңдағы дәмханалардың біріне кіре салды. Кофе ішіп отырып ұзақ әңгімелесті олар. Бұл жерден шыққан соң Тілек Асанов өз көлігімен Айтотыны әпкесінің үйіне дейін әкеліп тастады. Үйдегілер түгел ұйықтап қалыпты. Тек әпкесі ғана ұйықтамай күтіп отыр екен мұны. Жүзі бал-бұл жанып кіріп келген сіңлісін көргенде Райхан іштей шүкіршілігін айта берді. Көздері шоқтай жанып, езуінде күлкі ойнаған Айтоты әпкесін құшақтап алды. «Ол сондай жақсы адам», деп сөзінің соңын жұтты. Күндер өтіп жатты. Кездесу кейінгі уақытта да жалғасын тапты. Айтоты өмірге қайта келгендей болып жүр. Гүлдерді аралаған әдемі көбелекше сезінеді өзін. Өмірге деген құштарлығы қайта оянып, бойын бұрын соңды болмаған жеңілдік пен тәтті күй билеуде. «Қартайдым, қалған ғұмырымда жалғыз ұлдың қабағын бағумен өмірім өтетін болар» деп ойлап еді. Қателесіпті. Бүкіл арманы мен бар қызықты жалғыз ұлға келіп тіреп қойған қателігін түсінді ол. Өмірдің басқа түстерінде көре бастады ғой. Айналаның бәрі қара, сұр түсті емес екен. Өз еркімен барып, қызыл түсті көйлек сатып алды әнеки. Сол қызыл көйлекпен келесі кездесуге барғанда Тілек Асанов жүрегін ұсынды. Екі қызы тұрмыста ол жалғыздықтан шаршағанын айтып, «Кешке жұмыстан үйге барғанымда алдымнан дәл осылай күлімсіреп, сенің шыққаныңды қалаймын», деді Тілек ағамыз. «Бұлай айтуға әлі ерте болар, бір-бірімізді әлі толық білмейміз ғой», деген Айтотыға ол: «Мен сені мейрамханада сол бір көргенде-ақ танып біліп алдым. Осы жасқа келіп, адам танымауымыз ұятты», деп иығынан құшақтады. Сол бір түннен соң олар бас қосуды кейінге қалдыруды жөн көрмеді. Бар жоғы бір аптаның ішінде, яғни келесі жексенбіде Тілек пен Айтоты шаңырақ көтерген күндерін атап өтуді жоспарлады. «Үлкен тойдың қажеті жоқ, жас емеспіз ғой, жақын ағайын мен достарды ғана шақырайық» деген бірінің сөзін бірі қоштады олар. Міне, Айтоты ұлының үйіне келді кештетіп. Жалғыз өзі. Алмасқа бар жағдайды айтып түсіндірмек. Ол қалай қабылдайды екен деген қорқынышы да жоқ емес. Есікті ашқан Алмас амандық саулық сұрасудың орнына «Неге келдің? Тыныштық па?» дегендей үрке қарап қалыпты. Ал келіні бөлмесінен шыққан да жоқ, енесінің келгенін білсе де. «Балам, өзіңмен сөйлесуге келдім», деген Айтоты ішке өтті. Әңгімені неден қалай бастарын білмей, біраз үнсіз отырып қалған анасына Алмас: «Мам, тыныштық па? Не болып қалды? Әпкеңіздің үйінен кетіп қалдыңыз ба? Сәл шыдай тұрмадыңыз ба? Пәтер жалдап беретін едім ғой», деп күмілжіген ұлына қарап Айтотының жүрегі ауырды. «Екі оттың ортасында қалбалақтап қалдың-ау, құлыным», деп отыр іштей. Ана жүрегінің құдіреті де осында шығар. Өзін көкірегінен итеріп, панасыз қалдырса да, баласының жай күйіне жаны ауырып отыр. «Балам, қысқа нұсқа айтатын болсам жағдайды», деп үнсіз қалды. «Не ғой, былай енді жағдай, сенің өз қолың өз аузыңа жетті. Үйлендің, жақында балалы боласың. Сенің өз өмірің бар. Аллаға шүкір, жалғыз өзім болсам да сені қатарыңнан қалдырмай осы күнге жеткіздім. Ендігі жерде мен де ешкімге салмақ салмай өз жолыммен кетсем деймін. Мені дұрыс түсінесің деп ойлаймын. Мен жалғыздықтан шаршадым. Қалған ғұмырымды жанымды түсінер, жалғыздықтан құтқарар бір жақсы жанмен өткізсем бе деймін. Қартайғанда шешем алжыды деме, мен тұрмысқа шығамын», деді. Алмастың көзі шарасынан шығып, жағы сол ашылған күйі қатып қалды бір сәт. «Немене? Тұрмысқа шығамын?» «Иә», деген Айтоты көзін төмен салды. Айқайлап күлген Алмас
сенер-сенбесін білмей отыр. Рас айтасыз ба? Деді айқайлап күліп алған ол бір кезде езуін жиып. Иә, мен саған ешқашан өтірік айтқан емеспін. Қай бетіңізбен айтып отырсыз маған бұл сөзді? Әзілдеп айтып отырған боларсыз. Мүмкін емес тірлік қой бұл. Құдаларыңызға не айтамын? Қалай бас көтеріп жүремін олардың алдында? Басқалар не дейді? Деген ұлы қабағын түйді. Басыңды биік көтересің, қорықпа. Бар уайымың сол ма? Деді Айтоты жайбарақат. Мен қарсымын. Қартайғанда өнер шығармай тыныш отырыңыз. Ел жұртқа масқара боламыз ғой, деген Алмас өресінің таяздығын тағы да байқатуда. Балама налам тиіп кетпесін дегендей Айтоты кетуге жиналды. Ең бастысы ұлының алдынан өтіп бір ауыз ескертті. Ал келіні есік алдында тұр екен. Миығынан күліп тұр. Бір кесе шайын ұсынуға жарамаған ол мырс етіп күліп, кеудесін керген күйі енесінің алдын кесіп, ары өтіп барады. Айтоты ұлының үйінен шыққан соң саябаққа келді жаяулап. Қазіргі жағдайлар өзінің басынан өтіп жатқанына өзі сене алар емес. Ойға шомып кеткені соншалықты сөмкесіндегі телефоны шырылдап жатқанында естіпті ғой. Орындыққа келіп отырғанда ғана байқады. Телефоны тоқтаусыз әндетуде. Алмас екен телефон соғып тұрған. Мама, қайдасыз? Деп саңқ ете қалған ұлының даусына бұл селк ете қалды. Саябақта отырмын. Мен қазір барамын, деді ұлы. Арадан 10 минут өткен соң жетіп келген ұлы мәз болып тұр. Мама, неге кетіп қалдыңыз? Жүрсеңіз үйге. Келініңіз шай дайындап қойды. Шайға да қарамай кеттіңіз ғой. Неге отырсыз мына жерде? Тоңып қаласыз, мама. Әпкемен сөйлестім. Кімге күйеуге тиетініңізді неге бірден айтпайсыз? Ой, біздің мамашка мықты ғой, мықты. Келініңіз де таң қалып жатыр. Қайнатам естісе шок болатын шығар. Қалай танысып жүрсіз ол кісімен? Әпкем рас айтама? Шынымен сол кісіге тұрмысқа шығасыз ба? Менің қайнатам ол кісінің қолына су құюға да жарамайды ғой, мама. Мәләдессіз. Ризамын сізге, мама. Тілек асанып, жақсы кісі негізі. Артынан сөз ерген емес ешқашан. Шынымен сол кісі ма, мама? Қалай танысып жүрсіз? Деген баласының аузы үйге келгенше жабылмады. Ал келінше шай дайындап, дастарханды жайнатып, сыр жүгіріп жүр. Көк шай ішесіз бе, мама? Сүт шай ішесіз бе? Бүгін осында қона салыңыз, деп ол да лыпылдап, өмірі көрсетпеген құрметін көрсетуде. Мама, сіз спокойно отырсыз ғой. Ол кісінің кім екенін білесіз бе? Ол деген төбедегі үлкен кісілердің кругындағы адам. Қалай танысып жүрсіз? Деп елпілдеген келініне Айтоты да елпілдеп қалай танысқанын, алғашқы кездесудегі қызықтарын айтып отыр ғой. Ұлы қарқылдап күліп, басын шайқаса, келіні жағасын ұстап таңғалып отыр. Тілек Асановқа тұрмысқа шығатын хабар ауылдағы құрбысына қалай, қашан жеткені белгісіз, міне ол да хабарласып отыр. Ол да таң қалып, құттықтап, мәре-сәре. Тойыңа келініміз екеуміз барамыз. Айтпақшы, ол ғаламтордан онлайн сауда дейма бірдеңені үйреніп алып, қазір балам екеуі қырып ақша тауып отыр. Үйді бұзып, көктемде жаңасын тұрғызамыз дейді. Келінім үйге құт береке әкелді. Құдай бере салды маған келінді, дей қалыпты. Кеше не деп отыр еді? Бүгін қалай сайрап отыр? Қу дүние-ай. Кеше менсінбеген келінін өз айтпақшы, енді төбесіне отырғызып қойып, шайын дайындап беріп жүрген болар. Мейлі, ол жағын ойлап жатар Айтотының қазір жайы жоқ. Құрбысына не айтады? Өзі де оның келіннің кебін киіп отыр емес пе? Тереңге бармау үшін өткен күнне деген ой сызығын кесіп тастауға мәжбүр. Мама, мама деп шапқылаған ұлы мен келіні үйге қазір кіріп келген әпкесімен бәрі бірігіп, тойға дайындықты бастап кетті. Ұлы мен келінін танымай отыр Айтоты. Олардың мынадай ықыластарына есі кетіп қалғандай. Иілгенге екі есе иілетін мінез қалсын ба? Кекті неге сақтайды? Өз ұлы ғой, көңілін қанша қалдырса да. Өз ұлының өмірлік жары, болашақ немересінің анасы ғой, неге кек сақтайды? Айтоты осынысымен Айтоты емес пе? Осы бір кең жүрегі жеткізген болар бүгінгі бағына. Мейлі, кім не десе о десін.
өмірі жарымаған жесір, түк көрмеген байғұс, ұлына сөз өтпеген, келінін мойнына мінгізген сорлы деген болар кейбіреулер айтотыны. Бірақ Алла момынның ақысын жегізбеген ешкімге. Адам алаласа да Алла ұлықтайды, кісіге қиянаты жоқ жанды. Жазықсыз жапа шектім деме, қай жағынан, қалай, әйтеуір бір күні опырылған бақытыңның орны толатынына бұл оқиға куә болсын ендеше. Жақын жандарыңның сен сүрінгенде немесе биікке көтерілгенде бет пердесі шешіліп қалатыны ғана өкінішті. Адамдықтан, бар болмысымыздан ауытқымайық сонда да, ал қалғанын уақыт өзі реттейді.